Что там, братан, түсіре берейін ба? Тоқта, мына жерге так, менің нем шықса, логотипім. Мына жерге қазақ қазынасы, так. Сценарий қалай болады өзі? Мен, братан, уже бас қойдым ғой? Ассалаумағалейкум, қазақ төбет арнасы. Біз қайтадан бастап жатырмыз енді. Қанша уақыттан бері күткендер боларсыздар. Міне қазір ең үлкен төбет, мен өз көзіммен көрген ең үлкен төбетті бүгін Мұса ағамыздың үйінен көрдім. Соны келіп түсіруге келдік. Бізді питомниктерге шақыратын болсаңыздар, міне осы жерге нөмірім тастап кететін боламын. Соған шақырсаңыздар, барлық питомникті барып түсіруге уәде берем. Біз кеттік. Дәреже көрсек, әлі де қашым барып. Мұнда әділетсіздікке менің шыдауым керек. Сүйеусіз қалдым торығып алқымнан жіберіңдер. Адам болғасын адам шатын ұстауға мұрша беріңдер. Артымнан кім не дейтінінде жұмысым жоқ. Әуреге салар етім бар, жанымды қатым мысық жоқ. Меніңше атам заманнан адамнан тараған адамдар мысыға. Көрермен, мені өз көзімен көрген үлкен төбет міне осы. Саған өзіңіз біздің көрермендермен амандасып қойсаңыз. Ассалаумалейкум, төбет сүйер қауым. Менің есім Мұса болады. Питомник қаранардың бір мүшесіміз. Енді өзіммен көзімен көрген үлкен төбеттер тұрмы бұл? Бұл жасы қанша? Бүгін бұл ровно 1 жас 4 ай болды. Өзі сырттан деген төбетім. Сырттан дейсіз ғой, молодец. Жалпы қаны үстінен қара кене, астынан Зубай Даймон. Джон да бар бұда. Өзім Бағжан деген бауырымнан келген бұл. Подарка ретінде сыйлық. Қаяқтан келді бұл? Созақ ауылынан келді, Созақтан. Қазір қолқысы қанша? Қолқасы енді бұлай метркемен өлшейтін болсақ 96-97 дейді. Біздің бұлай айтуымызбен 1 метр болады ғой. Салмағы қазіргі бір рабочий 90-95. 100-ге жобалайды, я. Енді өз көзімен көрген үлкен төбет деген ол. Өте мықты. Өзіме қатты ұнады, сүйкімділігі де, басы да міне іштеңеге өзіміздің төбеттерге ұқсайды. Әдемі. Бұны қате енді немен тамақтандырып отырсыздар? Бұны енді жас кезінде негізінде бұл ешкім сүтімен көтерілді біздер. Кейін қазір таза неге өтті? Корм 2 мезгіл тамақтандыратық өзіміз. Азанда корм, кешке жақын осы таза ет жеп жатыр. Күнделікті өзінің прогулкасы бар, дайындығы бар. Биылғы Алла қаласа осы үлкен үміт күтіп жатыр бұл төбетімізден. Тестілік сынаққа қосамыз деп жатырық. Өйткені тестілік сынақтан өтпеген төбет ол қасқырға шаппайды. Бізге өзіміздің тұқымдығын алып қалу керекті, жақсылап. Бұның тұқымын басқалар алғысы келсе, бұған өзінің ұрғашыларын келіп қосқысы келсе, әзірге нөмірін қалды, сіздің нөміріңізді қалдырсақ болады ғой? Кеп ала алады ғой? Әрине. Бізге де жақсы төбеттердің санын көбейткен жақсы болады, бізге де көбейткен дұрыс. Бұнда көрермен, міне осы төменге Мұса ағамыздың нөмірін алдырам, соған хабарласып, міне осы төбетке нелеріңізді әкеп қойсаңыздар болады. Міне төбетті әлі жақсылап түсіретін болады. Міне не деген үлкен төбет, мен өз көзіммен енді айтып отырмын, бұндай үлкен төбет көрмеген, өте сұлу төбет екен. Ай, молодец, сырттан шық. Мынаны көрсең көз тоймайды ғой, керемет екен. Сенбіден сенбіні ортақ жұмыстан 31% орында бендігі мәтіндердің емдетігін тауып тетіктерін жау. Не әтір деп қауым түнбес екен деп көктен қауып тіл бағытын түзеп алғаш басқа кіргенде ес. Менің бала кезім армандаумен оралмай кеткен кез, теріс рай көрсеткен кез, қаламды сері кеткен кез, даусым жуан болсын деп ұрлап темекі шеккен кез. Әлемдегі ең жақын адамым ол менің анам, жанашырым сол ғана мені қолдаған, сонда да әлемдегі жақыпсыз рөлді ләззатпен сомдаған, әлемдегі ең жақсы ананың баласы оңбаға. Мама ұспайды, мама рыпты ұпайды. Міне көрермен, төбет, өте сұлу төбет, мен өз көзімен көрген. Молодец. Енді қол күсі өте биік. Әр қазақтың үйінде осындай бір қазыналы төбеттеріміз болсын. Не дейміз енді, бұл енді шеше білмеймін, жолбарыспен бірдей десек те болатын сияқты. Мына қасқыр алатын болса, мына төбет тұрып 6-7 қасқыр төбелессе де жеп қоятын сияқты. Тесттік сынақтардан осындай төбеттер өтіп, осындай төбеттерді көбейтіп елімізде. Әлі біздің осы каналға енді осындай жақсы төбеттер салатын болам. Алдығы уақыттарда көптеген питомниктерді енді Құда қаласа Алматы,
Атырау басқа қалаларында төбеттерін, питомниктерді аралап түсіретін боламыз. Аз ғана не болса да, сіздер енді лайк басып, комментарға жазып, бізге подписывать етіп кетіңіздер. Сіздерге рахмет осы қолдап жатқандарыңызға. Аға бауырлар, сәттілік. Әр қазақтың үйінде осындай төбет болсын.